Ең алдымен баршаларыңызға сәлем достар. Бүгінгі менің видеоблогым Жайдарман туралы болмақ. Жайдарманды барлығыңыз білесіздер деген ойдамын. Жайдарман туралы бүгінгі ақпараттарды айтатын боламын. Және де келесі видеода кіта туралы шығаратын боламын. Сол үшін де арнаға лайк басып, подписаться кнопкасын басып беріңіздер. Ендеше кеттік. Құрметті достар, Есен Елеукен атамыз 1973 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданында дүниеге келген. Ол ең алғашқы 2000 жылдары қазақша КВНді бастаған болатын, ал 2005 жылы Жайдарман құрылды. Бұл алғашқы чемпиондар көз тимесінің құрамасы. Бұлар ең соңғы рет 2019 жыл түлектер кездесуінде ойнаған болатын. Көпшілікті ойынмен баурап 2005-те чемпион болды. Келесі Аграрка сарбаздары құрамасы. Қателеспесем, капитаны Тұрсынбек Қабатов, яғни Тұрсынбек ағамыз 2006 жылғы чемпиондар құрамында қазіргі Жақан Отарғалиев, Баянды Сахария ағаларымыз болған. Келесі Ұлдар емес командасы 2007 жылы мен туылған жылдың чемпиондары. Одан кейін менің сүйікті командаларым бірі Жарайсыңдар жігіттер 2008 жылы Түркістан облысының құрамасы ғой. Капитан Еркебұлан Мырзабек ағамыз, яғни Кеша лақап атымен танылған чемпиондардың чемпионы, КВН чемпионы. Келесі 2009 жылғы чемпион Құлсары құрамасы. Яғни бұл құрамада Ернар Сакуп ағамыз ойнаған, тағы қазіргі әнші Ғанай ағамыз ойнаған Казитудағы. Одан кейін ал 2010 жылғы чемпиондар екінші қыздар командасы Еркетай командасы болатын. Бұлар Ақтөбенің намысын қорғаған. Ал келесі бұл Аралас Арал командасы. Расулдың әкесі Ғалым Махамбет ағамызды барлығымыз білеміз. Және де мен және Т сериалының авторы Данияр ағамызды да, Ақылбек ағамыз барлығын білеміз. Келесі Рамазан Файлов ағаларымызды да барлығымыз білеміз. Бұлар 2012 жылғы Жайдарман ойындарының чемпиондары, жоғарғы лига ойындарының чемпиондары Экспресс Ақтөбе командасы болатын. Бұл команда туралы өте көп ақпараттар бар. Ал назар аудар, Орал менің сүйікті командаларымның бірі. Ғазиз Ерболат ағамыз, Ақболат Төлеутай ағамыз, енді Азамат Алиенов ағамыз көп енді айта беретін болсақ. Келесі ұлттық құрама 2014 жыл Нұрсұлтан Жақсыген ағамыз, Бекзат Дүйсенов ағамыз, Аманжан ағамыз, Абылай ағамыз, Еркебұлан ағамыз барлық әйтеуір жабылып алған болатын. 2015 тарих маусымының чемпиондары Күлтегін құрамасы. Осылайша 2015 жылы Күлтегін командасы чемпион болды. Тарих маусымының ең тарихи командасы. Одан кейін менің номері бірінші сүйікті, ең мықты дейтін командам, өзім шымкенттік болсам да осыларға жанкүйермін. Аягөз құрамасы. Мейіржан Алтыбаев ағамның фанатымын мен, шынымды айтайын. Одан кейінгі Сырдария құрамасы Марат ағамыз, Нұрсұлтан ағамыз, Бекзат ағамыз барлығы жабылып 2017 жылы өздерінің соңғы маусымымыз деп алып кеткен болатын. Ал одан кейін баршаңыздың сүйікті командаларыңыз. Қазіргі таңда жоба Байдың балалары жобасы. Ұлан ағамыз, Наурыз ағамыз, Нұрым ағамыз, Бақдәулет ағамыз барлығы. Одан кейін екі қос бірдей чемпион тарихта бірінші рет. Элемент және де Фемида. Одан кейін 2020 жыл осы жыл чемпион. Өткенде ғана болды. Боранқұл құрамасы. Осымен мен видеом тәмам. Көп рахмет, құрметті көрермендер.